мынау қазақ елінде жаңадан туылған нәрестені бесікке салу рәсімі бар. Бесікке салған кезде мынандай бесік болады, оның ішіндегі төсенші болады. Бұл баланың өзінің құтты мекені. Не бар ма? Кукла бар ма? Жона. Мына енді баланы бесікке саламыз. Қараймыз балдар. Алина. Бесікке салып, мінекей осылайынан жатып, ана белбеуді бір жаққа байлап қойыпты ғой. Мынандай белінен байлайтын, бала қозғалмай құлап кетпес үшін байлайтын белбеу бар. Жата тұр. Енді баланы осылай тербетіп отырып, әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жібек шағып берейін. Көрме балалар. Деп баланы өстіп салам, ол бала салғаннан кейін жүріп кетеді. Бәріміз беске жаттағанбыз. Бесігі ұйқысы қалың болсын, тәтті болсын, бала жақсы ұйықтап, жақсы тынығып шығатын болсын. Енді бұл бесікке салған кезде ауыл аймақ көрші көлем жиналып, мына бесікке салу рәсімін жасайды. Одан кейін мына баланың жаңағы несібесі мол болсын, мынау жаңағы әжесінің, анасының қолы боқтан кетпесін, баланың адамда ішуің мен ішуің аман болсын деген, сол бала аман есе ішкен нәрсесін сыртқа шығарсын деген ырымменен мынандай іштима жасаймыз. Баланың анасы алтын. Мына баланың анасы келеді. Мінекей мына астына қолды тосады. Сонымен қолды мына сен мына өте ыңғайсыз. Бала қолды тосып, мына жаңағы мына баланың түбегіне мына жаңағы кәмпит-пішінайды саламыз. Мына сұраймыз. Тіштіма? Ой, несібен мол болсын. Тақып бар, тақып аласың. Кел. Қарып ял. Тіштіма? Тақ, әжесі кезде әже кел. Кел. Тіштіма? Кел ал. Тіштіма? Ой, несібен. Кел, әжесі кел. Кел. Тіштіма? Ой, бала бесінен берер болыр. Әжесі кел. Осылай үлкен әжелерге береді. Ал, астына қолы сосын. Тіштіма, әжесі тіштіма. Ал, қайғы болады қазір. Қалған шаш берейін ба кісілерге? Балдар не қалады қазір? Соған қарап береміз балдарға. Ай, мына қатаға бұрын салмасаң да жақсының ғой. Қатырыңызға салмасаң. Несібемізді ал. Балдар